ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Құрметті әріптестер, ұстаздар, жас келсе іске сәт атты 10 күндік жас мамандар апталығының басталуын жариялаймын. Мен Елеусізова Әсем Еркін қызы, номер 15 орта мектептің ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Менің жас маман ретінде ұстанымым ол мейірімділік, яғни балаға деген ең бастысы мейірімділік. Ұстаз алдында отырған әрбір оқушының көңіл-күйін таба білуі қажет. Себебі ұстаз ақылшы, сырласушы дос. Номер 15 орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Дәулетбекова Сабира жас маман болды. Және осы жас маман иесі болғанымды мақтанамын. Еліміздің болашағы ертеңі мен бүгіні алдымызда отырған оқушыларымыздың жетістігінде. Оқушылардың жетістігі ұстаздың жетістігі дей келе, әр ұстаз, педагог ізденіс үстінде болу керек деп ойлаймын. Қазіргі заман талабына сай болатындай жаңа ғылыми технологияларды меңгеру керек. Оқушылар тәрбиелеуге үнемі ізденіс үстінде боламыз. Жас маман әрқашан креативті ойлап, мәселеге кең көзқараспен қарап, өзін әрдайым кәсіби тұрғыдан жетілдіріп отыратын тұлға болуы керек. Мен Башкенова Гүлім Нұрлан қызы, Алматы облысы Талдықорған қаласы, номер 15 орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімімін. Мақсатым оқушылардың сөздік қорын байытып, тілді жетік меңгеруін қамтамасыз ету. Себебі ағылшын тілі ұлтаралық тұтастықты сақтайтын, бейбітшілік пен достықтың кілті. Елбасымыз жолдауында айтып кеткендей, үш тілді меңгеру еліміздің әрбір азаматына шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Мен жас маман Идрисова Назерке Алясқар қызы, математика пәнінің мұғалімі. Белгілі психолог Жарықбаев шығармашыл тұлға туралы былай дейді: басқалардан көмек күтпей, мәселені шешуде басқалардың әдісін қайталамай, қалай да болсын өзі шешуге тырысатын адам шығармашыл ойдың иесі деген екен. Бүгінге жас маман өзін кәсіби тұрғыдан жетілдіріп отыратын шығармашыл тұлға болуы қажет. Егер педагог шығармашыл болса, онда ол тәрбиелеп отқан балалар да шығармашылық әрекеттерге бет бұрады. Мен Смадилова Динара Сәкенқызы, номері 15 орта мектебінің дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін жас маманмын. Жас ұрпақтың денсаулығын нығайту және дененің физикалық қасиетін дамыту, жас буынның тұлға ретінде жан-жақты дамуына ықпал етуге осы мамандықты таңдадым. Білім байлық азаймас һәм жоғалмас, еш қарақшы ұрығада тоналмас деп орта ғасырлық ғалым Махмуд Қашқари айтқандай, дүниенің бар сырын біліммен ұқтыратын ұстаздың бойынан табылатын қасиеттің бірі табандылық деп ойлаймын. Құрметті ұстаздар, мен тарих пәнінің мұғалімі жас маман Азамат Серікболұлы сіздерді жас мамандар апталығына қатысуға шақырамын. Мотивация, побуждение к действию, активность, стремление, развитие. Мотивация – это как один из важных инструментов для любого человека, который сподвигает его к достижению, к вершинам и к покорению горизонтов, которые нам кажутся очень трудными. Но благодаря мотивации это как огонь, который растапливает лед, и тем самым мы становимся сильнее, умнее, а также увереннее в себе. Никогда не теряйте мотивацию. С вами преподаватель английского языка Ахмедкалиев Айбек. Keep working, never stop.